Жылқы жануары қазақ үшін ең қасиетті ұғымдардың бірі. Тарихи деректерге тереңірек үңілетін болсақ, жабайы аттарды ең бірінші үйреткен біздің ата-бабаларымыз екен. Өйткені қазақ пен жылқы жануарының жаны бір. Бірі адамзат, бірі сәйгүлік болса да бір-бірін тілсіз ұғына білген, түсіне білген. Қандай қиын қыстау болса да айнымас серік болып жауға, жатқа тастамаған, жылқының ешбір жануарға ұқсай бермейтін асыл қасиет туралы ата-бабаларымыздан небір тамаша жыр дастандар қалды. Озық технология дамыған өркениетті қазіргі заманның өзінде атқа мінсек, рухтанып, арқаланып жүре береміз. Таудың бөктерінде тұрмыз. Осында бүгін ағайындар қазақтың мына наз өнері, атбегілікті, қосбегілікті өркендету жайында үлкен әңгіме қозғап жатыр. Ат қазақтың қанаты. 1937 жылы Голощекин бастаған ана қилы заманда Сталин екеуі келісіп, қазақтың рухын қалай басамыз дейді. Сонда Сталин айтады, зәлімдікпін. Қазақ егер атқа мінсе, ол рухтанып кетеді. Егер қазақтың атын құрсақ, қазақтың рухы да құрайды дейді. Сөйтеді де 2 жылдың ішінде 29 мен сол біраз жылдың ішінде 5 миллион қазақтың атын сойып тастайды. Оның ішінде небір сәйгүліктер, небір тұлпарлар кетіп қалды. Бұл деген үлкен кесапат қой. Сталиннің айтқан кесірлі сөз дәл келіп, қазақтың рухы түсіп, есін жия алмай қалды. Көп ұзамай-ақ қолдан жасаған ашаршылық басталып, 4 миллион қазақ аштан қырылды. Ұлтымыздың бетке шығар қаймағы асылды, түрмеге айдалды. Кеңес дәуірі кезінде қазақтың ұлттық ойындары көкпар, бәйге өткізуге мүлдем қатаң тыйым салынды. Өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп, тәуелсіздік таңырайлап атқанда ғана қазақтың атбегілік наз өнеріне жататын көкпар, бәйге, қыз қуу дамып, әр дәрежеде өтетін мерекелер мен тойлардың көркін айналды. 1990 жылдардың басында қазақ теледидарында бойтұмар атты хабар ашылып, қазақтың салт дәстүрі, атбегі, құсбегі туралы көптеген хабарлар эфирге шықты. Шымкентке барған бір сапарымызда атақты шабандоз көкпаршы Медеу Әбдібайұлымен танысқанымыз бар. Бойы 2 метр палуан денелі азамат бір қазақтың ғана емес, бүкіл орталық Азияға есімі белгілі атағы жер жарған спортшы еді. Атақты көкпаршының ісін жолын қуған інісі Тәңірберген, лақап аты Тәкіш, немеренісі Әли Шалқарып жалғастырды. Медеудің әкесі Әбдібай да атағы жер жарған шабандоз болыпты. Көнегөзді шабандоздар туралы әңгіме еткенде, оңтүстік қазақстандық атақты көкпаршы Сапар Тәзіловтің есімін ерекше атап өткен жөн. Ол талай-талай көкпар додасына қатысып, өңірдің атағын бір Қазақстанға емес, басқа жерлерге де паш етті. Сапар атамыздың даңқты шабандоздық жолын ұлы Абдолла Сапаров жалғастырмаса да, ол талай жарыстарда топ жарған атақты боксер болды. Сол кездегі Кеңестер одағының спорт шебері атанып, Қазақ ССР-ның чемпионы атанды. Марқұм болған туысымыз, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы профессор, ауыл шаруашылығы академиясының академигі ретінде Қазақстан ғылымына үлкен үлес қосты. Жуалдағы бұрынғы Амангелді ауылының тумалары Иманәлі және Исақ
Әділбай ұлдарының есімдері көкпаршы ретінде бір Қазақстан ғана емес, Қырғыз еліне де белгіледі. Үлкен емдеу орталығында бас дәрігер болған Еркінбек Исақов та талай дода жарған көкпаршы болды. Осы бір теңдесі жоқ ұлттық ойынның дамуына үлкен үлес қосты. Жуалы ауданында тұратын атақты көкпаршы Қалқан Темірбековті бүкіл қазақ таниды. Ол Қазақстан құрамасының сапында Кавказдағы Пятигорскіде көкпар тартқан шабандоз. Қалқанның кіші ұлы Нұрболат та әке жолын қуып атақты көкпаршы атанды. Тараздық Әулие-Ата командасында бірнеше жыл көкпар тартып, 5 мәрте Қазақстанның чемпион атанды. Дүниеден ерте озған оңтүстік қазақстандық Дүйсенбек Өсеров те белгілі атбегі болатын. Атбегілікті өмір бойы қастерлеп өткен ардақты жанашыр жандар туралы сөз еткенде, түркістандық Ақбай Есімовтің есімін айрықша атап өткен жөн. Атадан қалған асыл мұраны Ақбайдың ұлы Бақыт Есімов немерелері жалғастырып келеді. Бүкіл саналы ғұмырын атбегілікке арнаған атбегілерді көптеп атауға болады. Ұлтжанды азаматтар кеңес дәуірінің қыспағына қарамастан, ұлттық өнеріміз көкпарда бәйгені, қыз қуу, тең қалу, аударыспақты сақтап, дамытуға үлкен үлес қосты. Осы орайда Түркістан және Жамбыл, Алматы облыстарын қамтып жатқан Қаңлы атты атбегілер қауымдастығының ұлт мүддесі үшін үлкен жұмыстар атқарып жатқанын ерекше атап өткен жөн. Атбегілер қауымдастығы аудандық және облыстық республикалық жарыстарда топ жарып, мерейлері үстем болуда. Қаңлы атты атбегілер қауымдастығында 300-ден астам атбегілер бар. Өкінішке орай, жарты сағаттық деректі фильмде бәрінің атын атап түсін түстеп шығу мүмкін емес. Олардың бәрінің де ұлттық наз өнер атбегілікті дамытуға қосқан үлесі шексіз. Дегенмен, жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар демекші, атбегілікті өмірінің басты мұраты санайтын бірнеше ағайынды атап өткенді жөн санадық. Атадан балаға мұрат етіп, атбегілікті өркендетіп, киелі өнер санайтын Жетісайлық Мұтахан Орынбайұлы, бүкіл Жетісуды мойындатқан Нұрқиса Қалмаханұлы, көптеген доданы жарған атақты тараздық Айша бибі ауылының тумасы Асылбек Керімқұлов, жауапты қызметте жүрсе де көкпар десе ішкен асын жерге қоятын Шардаралық Ұлықбек Назарұлы, атбегі көкпаршы және жаттықтырушы ретінде талай жүлделі палуандарды даярлаған, имандылық жолына түсіп, молда атанған Руслан Қыдырбаев, көкпаршы атбегі ретінде бүкіл оңтүстік өңіріне кеңінен мәлім Әбдісаттар Русланұлы, белгілі кәсіпкер атбегі ұлттық ойындардың үлкен жанашыры тараздық Аяулым Қанатбек. Кәсіпкерлік, өнер және атбегілікті қатар алып жүрген Түркістан облысының азаматы Бекзат Мірәлі, атбегілік десе жарқылдап шыға келетін Пердебай Тәңірбергенұлы, Қазығұрттық белгілі атбегі егістердің жанашыры Тұрсынбек Дүйсенұлы, есімі оңтүстік өңіріне белгілі атбегі Өсербай Досанұлының есімдерін ел құрметпен атайды. Республикалық Қаңлы қауымдастығының президенті Мүслім Тұранов та қазақтың ұлттық ойындары көкпардың, бәйгенің үлкен жанашыры. Ол баптайтын тау-торы сәйгүлігі талай додада топ жарып жүр. Ағалар салған ізгі жолды кейінгі жас ұрпақ жалғастыруда. Олардың жетістіктері мен табыстарына бүкіл ел жұрт қуануда. Әкеміз, атамыз ат шаптырған, соның ұрпақтарымыз 1963-тен бері берғай атты қолдан үзбегенбіз. Содан бері менде 55 жылға жақын аттың үстінде жүрген азаматпын. Міне соның іштерінде небір жақсаттар бітті. Әкеміз 1998 жылы қайтыс болды, 29 август күні. Содан кейін аты ешқандай жем, шөп, су ішпестен 8 күні аты қайтыс болды. Міне адам затпенен аттың ортасындағы махаббаты, тіл түсінігі бір-біріне
деген. Сөйтіп біз оны сойып, етін тарқатып бірге жіберсек те болады. Біз оны бізді елге танытқан атымыз деп, оны ақпен орап, кәдімгідей адам құсатып, Құран оқып көміп, жайғастырдық. Міне соны ұрпақтарын шаптырып, мен шықпадым, менен кейінгі балдарым деп. Міне әкемнен тараған түп атамыз Келдібек, атам аян беріп мына кішкентай Келдібек деп атын қойып кеткен еді. Міне мен соны міне Келдібек келіп отыр бүгін. Сол осы Келдібек 4-ші ұрпағы. Ал енді әкемнің атын 5-ші ұрпақтары шығып жатыр енді. Бірақ 4-ші ұрпағы шауып жатыр. Міне қазақ елінде аттар керемет. Әрбір үйде ат тұрған дұрыс. Сол Қаңлы деген атақты Союздың кезінде, СССРдың кезінде шығардық. Ұрымызды айтып біздер. Ал әлі аталады руларымыз, Құда қаласа. Осындай азаматтарымыз аман болсын, інілеріміз, Құда қаласа. Мына ат салыспасын, мына тау бөктерінде, Төле би бабамыздың жерінде мына келіп тұрып бүгін демалып жатырмыз, Құда қаласа. Осы күндер көп болсын. 2025 жылдың шілде айында Түркістан облысы Төле би ауданының таулы аймақтарындағы көрікті жерде орналасқан Алтын дән демалыс аймағында тамаша бас қосу болды. Есте қалар бұл кездесуге Түркістан, Жамбыл, Алматы облысында тұратын белгілі атбегілер шақырылып, ағайындар сағынышпен кездесіп айра-жайра болып жатысты. Сондай-ақ бұл бас қосу кезінде Қаңлы мемлекетін құрып, түркі дүниесін біріктіруге ұйқы болған Қаңлы руының ынтымағы бірлігін, татулығын әрден ойлап, зерттеп, зерделеп жүрген абыз ақсақалдар, жазушы және өнер қайраткерлері, зиялы қауым құрметті қонақ ретінде шақырылды. Жан-жақтан жиналған ағайындар ата-бабалар аруағына Құран бағыштап құрбандық шалды. Үлкен мен кіші бас қосқан бұл кездесуде Тараз қаласынан арнайы келген 80 жастағы қария Сұлтанбек ақ батасын беріп, жүректегі ақ тілегін жеткізді. Ықыласпен қол жайсаң ақ тілекті төгейін. Мынау дастархандарыңыз мол болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Әрқашанда алдарыңызда жарқыраған жол болсын. Мынау дұшпандарыңыз сіздерге құл болсын, үйлеріңіз толған ұл болсын. О жаратушы құдірет, осы бәрі отырғандардың мал жандарын аманет, бастарына бер зор бақыт, астарына бер берекет, өмір жастарын ұзақ ет, мехнат тауқыметтен аман ет, ұрпақтарын асыл ет, кәсіптерін адал кәсіп ет, бәле жаладан аулақ қып, таптырма еш қасірет, дүниенің бар жақсын, дәл осы бәрімізге отырған үлкен кішіге нәсіп ет. Аумин. Егілер мен жақсылар бас қосқан бұл қауышуды белгілі атбегі, өнер қайраткері Ұлықбек Назарұлы жүргізіп, ағайындар бір-бірімен танысып, дидарласып, атбегілік өнерін дамытудағы өз ойларын, ұсыныстарын ортаға салды. Бүгінгі біздің бас қосудағы негізгі мақсатымыз ұрпақтар аманатын ұлықтайтын, ұрпақтарды тереңнен ойлайтын бәріміз қазақтың баласымыз ғой. Өзіміздің өсіп келе жатқан ұландарымызды, өзіміздің келешегіміз, кемел келешектің кемеңгер ұлдарын бір-бірімен таныстыру мақсатында жиналып отырмыз. Негізгі біздің бүгінгі ұйымдасып отқан мақсатымыз небір тұлпар атты ұстап отырған атбегілеріміз бар. Қаншама бәйге аттарды бәйгеге қосып атқан, атпен бірге ұйықтап, атпен бірге оянған сол кісілерді, және аттың үстінде ойнаған шабандоздарымызды, палуандарымызды таныстыру мақсатында. Айтар болсақ, осы жалпы біздің ағайындарымыздың, қазақтың аттарының өзі білесіздер ғой, қазір әлемді паш етіп әлемге Қазақстанда мықты аттар бар екендігін танытып жатырмыз. Міне біз өзіміздің сол жалпы Қаңлы ағайындарымызда да мықты атбегілер, мықты шабандоздар бар. Өзім жас кезімнен осы атқа құмар болдым. Бұл қаннан келеді екен. Мен қанша өзім қызметте жүріп, осы атқа келудегі мақсатым, ата бабамыздың сол ат ұстап, Төлебай деген атамыз, Төлебай Софы деген атам болған екен. Сол кісінің 3 бәйге аты, 5 көкпар аты болып,
сол аттарды шаптырып, міне араға бір ат тастап сол өзіме келіп қонып отыр. Міне намыс көк, бақторы, чемпион, снайпер деген аттарды шаптырам. Құдай қаласа сол аттармен жүріп, ағайынмен табысып жатырмыз. Сол мына ағайындардың басын қосып отырмыз. Бір-бірімен танысып, міне қандай керемет Алматыдан, Тараздан, бүкіл мына Шымкент, Түркістан, Шардара, Жетісайдан керемет осы барлық атбегі ағайындар, туысқандар келіп отыр. Алла бәріміздің ынтымағымызды берсін. Төле би бабамыздың бір керемет сөзі бар. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Туралықты ту етіп, әділеттікті өзімізге серік қылып, әрқашанда бір-бірімізді іздейтін бауыр болайық, сағынатын бауыр, әр қазақтың баласын бауырына басатын сондай бір бауырмашыл азамат болайық деген мақсатта жиналып отырмыз. 150-ге жуық ағайынның басын қосып, осынау игілікті шараны үлкен дәрежеде өткізуге мұрындық болған түркістандық зиялы азамат Балтабай Асан мен Бекзат Жандарбекұлына жиналған халық алғыс сезімдерін жеткізді. Осы басқосуда қазақтың наз өнері атбегілікті дамытуға қосқан зор үлесі үшін жоғарыда есімдер аталған қос зиялы азамат халықаралық түркі әлемі телекомпаниясының құрмет грамотасымен марапатталды. Осы халықаралық түркі әлемі компаниясының құрмет грамотасымен марапаттағанды жөн деп санадық. Бұған 16 адам қол қойды. Сондықтан да мен түркістандық зиялы азамат Асан Балтабай Тасболатұлы ұлттық наз өнер, атбекілікті өркендетуге және насихаттауға сіңірген еңбегі үшін халықаралық түркі әлемі телекомпаниясының құрмет грамотасымен марапатталады. Игілікті істі қолға алып жандандырып жүрген түркістандық зиялы азамат Нұрәлі Бекзат Жандарбекұлы да ұлттық наз өнер, атбегілікті өркендетуге және насихаттауға қосқан үлесі үшін халықаралық түркі әлемі телекомпаниясының құрмет грамотасымен марапатталады. Бәрекелді, рахмет. Құрметті ағайындар, мына құтты болсын. Мына ортамызға Сәкен кеп жатыр. Сәкен Байбосынбай інімізге батыр айналайын. Жаңағы менің Саданбек көкем айтып отыр, әлем чемпионы болсын, олимпиада чемпионы болсын, бәріміздің қуанышымыз болсын. Сіздерді биікке жете беріңіздер. Тау баурайындағы кездесуге даңқты боксер, олимпиада ойындарының қола жүлдегері, әлем чемпионы Сәкен Байбосынов, қол күресінен дүниежүзілік жарыстың күміс жүлдегері, Азия чемпионы Нұрсұлтан Назарұлы қатысып, өтіп жатқан игі шараларға ізгі тілектерін айтты. Бірінші кезекте енді осындай ағайын туыстың басын жинап ынтымағымызды көрсетіп жатқан атбегі ағаларымызға үлкен алғыс айтқым келеді. Осындай жиын өткізіп, осындай іс-шарада барлығымыздың басымызды қосып, танысып, бірігіп, болашақта жұмыстарды жоспарлап, осындай іс-шаралар жиі өтсе дұрыс деп ойлаймын. Алла қаласа осындай ынтымағымыз айырылмай бұйыртса бір елі болып қазақтың кім екенін әлемге мойындатамыз деп ойлаймын. Осындай іс-шаралар өткізіп жатқан, ұйымдастырып жатқан ағаларға үлкен алғыс айтқым келеді. 2021 жылы осыдан Қазақстанда өткен Азия чемпионы атандым. Осы Қазақстанда қол күрестен және де Румынияда өткен әлем чемпионатында қола жүлдегер атандым. Жалпы осы біріншіден Алланың арқасы, екіншіден осы ағайын туысқан, жекжат барлығы қолдау көрсетіп, солардың намысын қорғау үшін шықтым деп айта аламын. Осы барлық ағайынға рахмет айтамын. Өйтіп басы қосылып, бір-бірін танып, таныстырып, осындай үлкен таныстық болып жатқанына төртеу түгел болса төбеде келеді, алтау ала болса ауыздағы келеді дейді ғой. Осыдан ағайынның бірлігі арта берсін деп айтамын. Бүгінгі ұйымдастырып жатқан атбек ағаларымызға үлкен алғыс айтамын. Осылай үлкен деңгейде ұйымдастырып, үлкен осындай бір көкпар ойындарында үлкен демеушілік қылып жүргенде үлкен алғыс білдіремін. Ат бағып ежелден келе жатқан спорт қой, соны дамытып, көркендеп, осы жас ұрпаққа тәлім тәрбие бергендеріне үлкен алғыс айтамын.
Әр жүрекке ұмытылмайтын әсер қалдырған кездесу спорт жарыстарымен жалғасып, қызықты сәттерге ұласып жатты. Қол күресі, арқан тарту, гир көтеру, суға жүзу, жарыстар өте тартысты өтіп, жеңімпаздар марапаттарға ие болды. Қазақтың Төле би атындағы ауданның тау баурайындағы көрікті жерде бір қазақ ұлты ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің ұйытқысы бола білген белгілі рудың бірі Қаңлының ежелгі тарихи шежіресі, ағайындардың бірлігі мен ынтымағы, ауыз бірлігі туралы әңгіме қозғалды. Тарихымыз терең зерттесек, мұны Бекболат көкем айтқандай, біз қазақтың тарихы біздің 6000 жыл тереңде жатыр. Соның бәрін көкелеріміз зерттеп, кітап жазып жатыр. Алла бұйыртса, осы күзде шығып қалады оны. Бәріміз қазақтың баласымыз, бәріміз осы бір тудың астында бірігіп, осындай ұйымшыл болып, осындай елімізге, жерімізге, осы бабаларымыз қалдырып кеткен аманатына сондай сүйіспеншілікпен қарап, бірімізге біріміз бауыр тұтып, осындай ұзақтағымызды жақынға тартып, бәріміз танысып, нұр үстіне нұр жауғыза берсек, қазақ халқы өсе берсе, өне берсе, өнсе, осыған тілектеспін. Түркі дүниесінде алатын өзіндік орны бар. Қаңлы мемлекет туралы ғылыми негізде көптеген құнды деректер айтылып та, жазылып та жүр. Қаңлылар туралы айтқанда, екі аймақтағы қаңлылар еске түседі. Негізгі қаңлылардың мемлекеті біздің заманымызға дейінгі өте күшті мемлекет. Бұл Сырдарияның, қазіргі Сырдарияның ортағысынан жоғары қарай, сонау Ұлытаудың бойына дейін, арқаға дейін созылып жатқан. Арал өңірінің шығыс жағын түгел қамтыған. Ал енді бұл қаңлылардың мына қазіргі біздің мына отырар деп жүрген қаланың солтүстік жағында Ландкок деген астанасы болған. Бұл қысқы астанасы. Жазғы астанасы Ұлытаудың айналасында болған, қаңлылар мемлекетінің. Қаңлылар мемлекеті негізінен 5 аймаққа бөлінген. Батыста ана Самарқандқа дейін созылған. Сондықтан да Самарқандтың атауында қан деген сөздің болуы, бұрын тіптен қан деп аталуы осы қаланың, қаңлылардың осы қалаларда басып алуына байланысты. Сонымен бірге бір ескермей жүрген нәрсеміз, қаңлылардың заманында тайпалардың және мемлекеттердің көшуі, көшпелілердің көшуі, бұл тек қана вертикалды емес, горизонталды түрде болған. Сондықтан да қаңлылар шығысқа қарай көшкен. Яғни шығыстан батысқа қарай қыпшақтармен бірге қайта қоныс аударған. Қаңлылардың үлкен бөлігі біздің қазіргі айтып жүрген мына Орхон бойында Өтікен деген тау бар. Өтікеннің бұрынғы аты Қанғай деп аталады. Міне осы аймақта үлкен тайпалар 12 тайпасы мекендеген. Қаңлылардың 12 тайпасы кейіннен Гауагүй деп аталды. У нас открыты, значит, порядка 300 памятников мощнейших, крупных. Городища, поселения, могильники курганные, ирригационные системы и даже укрепленный район Бадамский, значит, Арыйско-Бадамский, с длинными стенами, многокилометровыми. Все это относится к государству Кангюй. Мы открыли великолепную материальную культуру. Это 1000 артефактов, часть которых опубликована. Я издал книгу «Арыйская культура Южного Казахстана». Это материальная культура Кангюй. Вот. И те достижения, вот, которые она добилась, да, хотя бы подчеркивают факт наличия в этом государстве письменности. Я всем всегда говорю, письменность – это не только высочайший индикатор цивилизации, это и государственный атрибут. Вот. Мне приходилось делать лекции в Лондоне, в Париже. Я встречался очень многими крупными учеными. И когда я им говорил и показывал, все они были в шоке просто. Как так? Те же англичане, когда к ним в конце 1 века до нашей эры Гай Юлий Цезарь уже туда отряды первые прибыли, вот, и, так сказать, привнесли элементы цивилизации в виде мощенных дорог, бань,
там терм библиотек и все прочее, у нас уже существовала письменность явно архивного характера, где пишется там основание городов, о деятельности, это, фигурируют термины казна, общественные работы, родства, там, отец-сын, термины государственного, военачальник и так далее и тому подобное. Это достижение величайшее. И вообще это прецедент, который сейчас рассматривается как великое открытие. К сожалению, вот немногие этого понимают. Но я выступал в Париже, делал в 2007 году в июне доклад об этой письменности. И оказался первым казахстанцем, который это сделал, гуманитарием. Уже опубликованы десятки работ. Вот сейчас вышел каталог, где фигурируют эти материалы. Вот. И, конечно, вот ими можно и нужно гордиться. Сейчас я вот в другую плоскость переведу. Почему? Потому что любая идеология государственная, она должна базироваться на принципе историзма, уважения к культурным традициям своих предков. Конечно. Вот все другие идеологии, они, если они на другом базируются, они долго не живут. Пример вот коммунистическая. Ну, 7-75 лет и все. Кто сейчас помнит Ленина, Сталина? А это дело серьезно. Когда у предков есть могучий культурный пласт, и если этот пласт узнать, уважать его, опираться на него, то такое государство будет крепким, мощным и надежным. А на этой основе уже формируются важнейшие социальные качества. Гражданское самосознание, историческое самосознание, ну и патриотизм. Ведь ничего просто так не берется. Вот я, собственно, и выступаю в таком качестве. Я популяризирую материальную, духовную культуру государства Кангюй по всему миру, в том числе Казахстане. Осы басқосуда қазақ тарихынан ойып тұрып орын алатын қаңлылардың бірлігі мен ынтымағы тарихы туралы жан-жақты әңгіме қозғалды. Былтырғы жылы Жамбыл облысынан жаңағы 15 шақты азамат Қырғызстанға барып келіп, Қырғызстанда да жаңағы қаңлы ұрпақтар бар екен, бір ауыл. 470 үйдің бәрі қаңлы екен. Ойпырмай бізді қандай тамаша күтіп алды бізді. Былтыр Өзбекстанға барып қайттық. Онда да сол Бостандық ауданында қаңлылар азаматтары күтіп алып, үйлеріне қонақ қылып, жақсылап тұрып күтіп шығарып еді. Енді бүгін мінекей енді мынау Түркістан облысының Төле би ауданында бір жағы демалыс орнында бас қосып, үлкен азаматтар бас қосып, бәрімізді шақырып, үлкен жиын болып жатыр. Үлкен рахмет бұл кісілерге де. Ынтымағымыз арта берсін, қаңлы деген ұрпағымыз өсе берсін. Біздің барлық бір айтатын мақсатымыз тек қана сол ынтымақта болайық, жақсылықта бас қосайық. Төле би бабамыз айтқан екен, жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім деген сияқты. Сонда басшыларымызға рахмет айналайын, осындай ұйымдастырып, тірлік жасап жүрген. Алтау алау болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төрдегі келеді дегендей ынтымақта болайық ағайындар. Қазақтың әрбір іргелі руы өзінің өткенін, тарихын жақсы білсе ғана қазақтың тарихы шынайы жазылатын болады. Ресейдің басқыншы саясатының басты мақсаты қазақты 300-ге руға бөліп, бір-біріне қарсы айдап салып, билікке қол жеткізу болды. Бұл саясат кеңес дәуірінде де жалғасты. Біздің ата-бабаларымыз ешқашанда руға бөлінбеген, ең бірінші ізгілікті, жақсылықты ту еткен, қазақтың бірлігі мен ынтымағын алғашқы орынға қоя білген. Құдайға шүкір, қазіргі таңда тарихымыздың ақиқаты мен шындығы ашылып жатыр. Көкірек көз ояу, намысы, жігері, парасаты бар әрбір қазақ елдің бірлігін, ынтымағын ойлайды. Әрине, негізгі мақсат ауызбіршілік, ынтымақ, бірлік, танысу, білісу. Міне сол ұйымдастырған жігіттерге алғысымыз шексіз. Енді бұдан кейін де ынтымағымыз нығая берсін. Әрі ру ынтымақ болса, Қазақстандағы осы қара шаңырақтың басын біріктіріп отырған. Енді әрбір ру сол шаңыраққа уық боп қадалады дейтін болсақ, бізде сол бір оғымыз, осы қазақтың қара шаңырағы шайқамауының, қазақ елінің егемендігіміздің мызғымай, осы бір ел, тұтас ел болуына
бізде бір үлесімізді қосып жүрген осы Қаңлы руы. Енді қысқаша айтқанда бір ауыз сөзбен шектелгім келіп отыр. Қас-қабақтан ұғысқан Қаңлы қазақ елі туысқандар, шығар таңның шапағатын уыстаңдар, еншісі бөлінбеген елге айланып, болар болмас нәрсеге еш уақытта ұрыспаңдар. Бірліктің, ынтымақтың, татулықтың туы биіктен желбіресін, арамызды осындай жақсы бірлікке шақыратын жағымды жаңалықтар аралап жүруіне мен шын пейілден тілектеспін. Мың өліп мың тірілген қазақтың киелі шаңырағын бекем етіп сақтап тұрған мықты уықтардың бірі шежірелі тереңде жатқан тарихы бар Қаңлы руы. Адамзаттың өркендеуіне үлкен үлес қосқан ежелгі Қаңлы мемлекетінің тарихын зерттеуге, зерделеуде, тұлғаларын тануда, бүгінгі таңда өмір сүріп, тәуелсіздігімізді нығайтуға үлес қосып жатқан ағайындардың бірлігін, ынтымағын арттыруда көлемді жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтқанда өткен 2025 жылы Қазақ жоңғар соғысында үлкен ерлік көрсеткен Қаңлы Байдәулет батырдың ұрпақтары Өзбекстандағы Бостандық ауданына сапар шегіп, ұлы бабалары Үкібай батырдың басына құлпытас орнатып, құран бағыштап қайтты. Осы жылы Қызыл Қаңлыдан тарайтын ұлағатты ұрпақ Күйік асуындағы Ергенбай сайында Темірбай, Жәнібек, Байелі балаларда құлпытас орнатты. Бабалар рухы бір аунап түскендей болды. 25 жыл бұрын Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұратын Қаңлы ағайындар бірігіп салған сәулетті Келдібек кесенесі бір Қаңлы ғана емес, бүкіл қазақтың киелі қасиетті орнына айналды. 2 жылдан бері Тараз қаласының маңайындағы Айша-Бибі ауылының іргесінде Қаңлы таңбасының құрылыс жұмыстары қызу жүргізілуде. Жалпы құны 90 миллион теңгені құрайтын бұл тарихи ғимарат алдағы 1-2 жылда аяқталып, көптің көзайымына айналатын болады. Болашақта бой көтеретін Қаңлы таңбасы Қазығұрт жерінде жатқан Келдібек бабамыздың кесенесімен рухани байланыстығын жалғастырып, ағайындардың ынтымағын, бірлігін арттырады. Кейінгі ұрпақ өздерінің тарихын, шежіресін жан-жақты біліп, рухани көк жиектері арта түсетін болады. Өткен жылы, яғни 2025 жылы Республикалық Қаңлы қауымдастығының президенті Мүслім Тұранов бастаған делегация мүшелері Қырғыз Республикасы, Жалабат облысы, Лейлек ауданы, Бауыл ауылында өткен туысқан қырғыз жерінде мекен ететін Қаңлылардың республикалық құрылтайына қатысып қайтты. 3 жыл бұрын жазушы, режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Доктырхан Тұрлыбек жетекшілік ететін халықаралық түркі әлемі телестудиясы Қаңлы атты 2 сериал деректі фильм түсіріп, оның тұсаукесері Алматы қаласында өтті. Айтулы басқосуға Республикалық Қаңлы қауымдастығының президенті Мүслім Тұранов бастаған ағайындар, Өзбекстан, Қырғызстаннан келген туыстар, көрнекті ғалымдар, жазушы журналистер, өнер қайраткерлері қатысты. Осыдан біршама жыл бұрын Қазақ жоңғар шапқыншылығында мыңбасы болып үлкен ерлік көрсеткен Қаңлы Байдәулет батыр туралы деректі фильм түсірілді. Сондай-ақ Байдәулет атты деректі кітап жарық көрді. 4 жылдың аралығында Тоғызбай Қаңлы, Қызыл Қаңлы атты шежіре кітаптары оқырман қолына тиді. Болат Шарқынбай белгілі публицист жазушы. Оның қаһармандық пен қатыгездік жинағында қазақ тарихындағы Шыңғыс ханның рөліне объективті баға беруге арналған еңбектер қамтылған. Сонымен қатар бұл жинақта қазақ ұлтының тарихи санасына ықпал еткен маңызды тарихи факторларды шебер әрі әсерлі жеткізген туындылар енгізілген. Көкбөрі Мүбәрактың Қаған кітабының құндылығы
ежелгі заманнан бері әлем әдебиетіне тарыдай шашылып кеткен қазақ аңыздарын бір арнаға тоғыстыруында. Автохтон халық қаңлылар туралы аңыздық деректерді саралай отырып, автор қазақ қоғамына тың әрі қызықты мәліметтер ұсынады. Сонымен қатар ежелгі Шумер, Қытай, үнді және антикалық Грекия деректеріне сүйенген ақпараттар қазақ тарихын жаңа қырынан ашып көрсетеді. Келесі жылы есімі бір жетісу ғана емес, бүкіл қазақ еліне белгілі Қараш бидің 200 жылдығы кең көлемде аталып өтпек. Бар ғұмырын бір қаңлы ғана емес, осы өңірдегі барлық рулардың ынтымағы мен бірлігіне арнаған Қараш бидің айшықты кесенесі Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Тескенсу ауылының маңында орналасқан. Патша заманында жетісулық губернатор Колпаковскийді мойындатқан би, атақты болыс Қараш бабамыздың 2 ғасырлық тойына жан-жақты дайындық басталып кетті. Сағындым жаным мен сені, сағынған мендей мекен барағаң деп бүгінгі басқосуға сағынып келіп отырған жағдайымыз бар. Кездескенде қуанады жанымыз, қоштасарда қиналады жанымыз, кездесумен қоштасудың арасын жалғап тұрады бір-біріне сағыныш дейік. Міне бауырлар, бір-бірімізді сағынып, іздеп жүрейік, пенделікке салынбайық, қысқа ғана қамшының сабындай, қазіргі таңда айтқанда құстың тұмсығындай ғана қысқа ғұмырда бір-бірімізді сыйлайық. Тірі кезіңде сыйласқын, көзің шықсын, өлгенде бекер жылама дейді. Тірі кезімізде, бар кезімізде бір-біріміздің қадірімізді білейік ағайын. Жақсылықта жолғайық, аман болайық. Алашым аман болсын, Тұраным тұғырлы болсын, қазағым бүкіл елге үлкен тұғырлы мемлекет бола берсін. Тау баурайындағы кездесуде ел мүддесі жөнінде жан-жақты әңгіме болды. Амандық болса, әр жүрекке қуаныш, үміт сыйлайтын кездесу келесі жылы Алматы қаласында өтетін болады.